Қуаныштымын, барлығыңызды көргенімізге қуаныштымын. Алла баршаңызға береке берсін. Бұл жерге жаңағы Қарлығаш ханым айтқандай, Алланың сүйікті құлдары келді деп. Сол дұрыс негізі. Мен өзім осы кімнің Баянның пациентімін. 8 жылдан бері осы кісінен емделемін. Ауруым мықты негізі. Қазір Аллаға шүкірмін, ауруым бар деп айта алмаймын. Мен өзімнің енді ағайсыз кешіресіз, бәрі қыздардың арасында жүрсіз, барлық нәрсені естіп, барлық нәрсені біліп келе жатырмын. Өзім де айтып жүрмін. Дұрыс айтасыз. Менде дәреттен үлкен проблема болған. Мен әуелде ойладым, ол проблема менде нерв жүйесінен деп ойладым. Нерв жүйесінен де болады, адамның нерві орында болмаса, бүткіл ауру шығады. Содан кейін адамның аяғынан суық өткеннен кейін ол цистит деген бәле қалай болса да жабысып алады. Осыдан 2 жыл бұрын мен Баракулкеде жұмыс істедім. Қызым бір сауда орнын ашып, соны бастап берейін, қалай болады екен деп сол жерге бардым. Баракулкені бәріңіз білесіздер, яланның ішінде тұрдым. Аяқтың астынан тас. Сол екінші ауру болып жабысты. Бірінші нервтан бар менде, екінші жаңа суықтан болды. Сонымен енді қазақша айтқанда мен туалетке жете алмаймын. Өзім намаз оқимын, туалетке жете алмаймын. Ол деген ең ауыр нәрсе ғой. Өте ауыр нәрсе. Ауыр сынақ. Өте ауыр нәрсе. Аллаға шүкір, үйімде баня бар, бірақ соны жүгіріп барып жуынып, ешкімге көрсетпеуге тырысып, бала-шағаға сөйтіп жүрдім. Соған Баяннан барып неше түрлі дәріні алдым, система алдым, укол алдым, ішетін, жейтін, жағатын бәрін алдым, бірақ результат жоқ. Бір күні бардым, өзім бір клиенттерді алып бардым, пациент алып бардым, екі адамды алып барып едім. Баян дәрігер. Баянмен шығып баратқанда, осы супергенді қолда ұстап жүретін айтты. Осыны пайдалан, қалай пайдалансаң, олай пайдалан. Мен адам дәрігермін, сіз мал дәрігерсіз ғой деп. Соны алдым да үйге барғаннан кейін әрі ойландым, бері ойландым, бәрін қарадым. Қарадым да айттым. Мені өзімді чатқа қосып қойған, ұзын ағаштың денсаулық чатына қосып қойған. Сол жерде отырмын, бәрін естіп отырмын, біліп отырмын. Содан кейін алдым да жағатын жердің бәріне жақтым, салатын жердің бәріне салдым, ішетінді іштім. Қандай тесік бар бәріне салдым. Оның бәрін керемет ханым айтып қойған тағыны. Құлақтың ішіне да, мұрындың ішіне де. Дұрыс. Ауыздың, тілдің астына да салдым, жағатын жер бәріне жақтым. Соныменен 15 күнде менде результат. Шүкір. Қоғамда бар ғой, сіздерге қазір енді сіздерге айтқанда ертек сияқты болып тұр. Мен кәдімгідей жыладым. Тоқтақ, туалетке уақытында барып, уақытында келгенім үшін мен жыладым. Керемет. Жақсы, шипалықсыз. Алла шипасын берсін, ұзағынан сүйіндірсін. Үзбейсіз енді бұл дүниені. Одан кейін барып осы результатты көргеннен кейін күйеу баламның иығы ойнама болатын. Соған мама маған массаж жасап кешті. Мен тек қана семья